5-6 сабақ. Көлік түрлері. 3 тапсырма. Автокөліктер адамзат өркениетінің құрамдас бөлшегі саналады. Сондықтан да жыл сайын оның саны артып келеді. Соңғы статистикалық мәліметтерге қарағанда, қазір әлемде миллиардтан астам автокөлік бар екен. Мұндай өсімде Қытай автоөндірісінің рөлі өте зор. Ол сала Қытайда жылдам дамып келеді. Қытайдағы көлік саны 2009 жылға қарағанда 2010 жылы 27,5%-ға өсіп, 78 миллионнан асқан. Автоблок қызметкерлерінің айтуынша, егер осы қарқынмен қарыштап дами берсе, аспан асты елі жақын арада Жапонияны қуып жетіп, одан соң дәл қазір 240 миллион тіркеуден өткен көлігі бар ақш-пен бәсекелес болуы мүмкін. Бірақ адам санына шаққанда, Қытайда 17 адамға бір автокөліктен келсе, Американың кәмелетке толған тұрғынына кемінде 2 не 3 автокөлік тиесілі екен. Ал Үндістанда 56,3 адамға бір көліктен келеді. 2016 жылдың 1 наурызындағы мәлімет бойынша Қазақстан Республикасындағы тіркелген жеңіл автокөліктің саны 5 миллион 755,2 мың дана. Қазір Алматыда 525 мың жеңіл көлік тіркелген. Яғни Алматының әр отбасына 1,6 автомобильден келеді деген сөз.